Сәлеметсіздер ма, құрметті білім алушылар? Бүгін бізде бірінші дәріс. Тақырып биостатистика пәнінің негізгі түсініктері және анықтамалары. Сипаттамалық статистика. Менің аты жөнім Абдикадыр Жанат Нысанбекқызы. Дәрістің мақсаты биостатистиканың негізгі түсініктерін және анықтамаларын беру, медициналық биологиялық зерттеулерде қолданылатын өлшеу шкалалардың негізгі түрлерін анықтау, сипаттамалық статистика шамаларын Excel және SPSS бағдарламаларында есептеуді көрсету. Дәрістің жоспарына келетін болсақ, кіріспе биостатистиканың негізгі түсініктері, сипаттамалық статистика және қорытынды. Статистика дегеніміз не? Ең бірінші соған тоқталып өтейік. Статистика өзі сөзі латын тілінен шыққан статус, яғни күй, жағдайды білдіреді. Бұл термин алғашқы рет 18 ғасырдың ортасында Готфрид Ахенваль ғалым осы терминді алғашқы рет ұсынған. Яғни бұл термин немісше статистик болса, ал итальянша стату деген мемлекетті білдіреді. Биостатистика дегеніміз не? Бұл сандық немесе сапалық деректерді жинаудың, өлшеудің және талдаудың жалпы сұрақтарын қарастыратын ғылым саласы болып табылады. Ал енді биостатистикаға келетін болсақ, жалпы бұл биологиялық, медициналық және қоғамдық денсаулық сақтау салаларындағы мәліметтерді ғылыми әдістермен жинау, жүйелеу, өңдеу және талдау арқылы қорытынды жасауға бағытталған ғылым саласы болып табылады. Енді биостатистиканың басқа пәндерімен қандай байланысы бар? Яғни бұл жерде біз қарастырамыз медицина, стоматология, фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, осылармен қандай байланысы бар екен? Негізі статистика өзі, жалпы статистика бүкіл қоғамды қамтамасыз етеді. Соның ішінде біз медицина саласына тоқталамыз. Медицинамен қандай байланысы бар? Эпидемиологияда аурулардың таралуын анықтауға, клиникалық зерттеулерде жаңа әдістермен дәрілерді бағалауға, қоғамдық денсаулық сақтаудағы популяциялық зерттеулерді қарастыруға, стоматологияда бұл тіс жегісі, пародонт, аурулар сияқты аурулардың жиілігін зерттеу, профилактикалық шаралардың тиімділігін бағалау, пациенттердің ауыз қуысы жағдайын талдау. Фармацияға келетін болсақ, дәрілік препараттардың тиімділігі мен оның қауіпсіздігін бағалау, жаңа препараттарды клиникалық сынақтардан өткізу, дәрілердің жанама әсерлерін статистикалық тұрғыда талдау. Биостатистика бұл медицина мен денсаулық сақтау саласындағы зерттеулердің дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін негізгі құрал болып табылады. Енді пәннің міндеттері мен зерттеу объектілеріне келетін болсақ, негізгі пәннің негізгі міндеті. Яғни білім алушыларға статистикалық мәліметтерді қалай жинауға, өңдеуге және интерпретациялауға әдістермен таныстыру сіздерді. Медициналық және биологиялық зерттеулерге қолданылатын қандай статистикалық әдістер бар, соны қай кезде, қай жерде қолдануды үйрету. Клиникалық және эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижелерін бағалауды меңгеру. Дәлелді медицинаның негізіне ала отырып, статистикалық қорытынды жасауды түсіндіру. Яғни біз негіздемесін осы дәлелді медицинаға қараймыз. Зерттеу дизайны мен мәліметтерді математикалық жолмен түсіндіруді қалыптастыру. Ал енді осы биостатистиканың зерттеу объектілері қандай объектілер болып табылады? Яғни бұл жерде объектілер популяциялар, яғни жалпы жиынтықтар,
белгілі бір аймақта адамдар тобы. Одан кейін таңдама, яғни осы жалпы жиынтықтан, яғни популяцияның ішінен алынған нақты зерттеушілер, бұл адамдар тобы. Айнымалылар, яғни алынған популяциядан, таңдама түрінде алынған адамдардың топтарының, яғни айнымалылары. Бұлар пациенттердің жасы, бойы, салмағы, қан қысымы, зертханалық көрсеткіштер және тағы басқалар. Келесі зерттеу объектісі болып табылады ауру түрлері мен белгілері. Мысалы, қант диабеті, көп бізде аурулардың түрлері, артериялық гипертензия, тіс жегісі және тағы басқалар. Медициналық араласулар, емдік шаралар, дәрілік заттар, хирургиялық әдістер және тағы басқалар. Осы алынған деректер, яғни ол бөлінеді бізде сандық және сапалық деп. Сандықтың өзі бізде бөлінеді дискретті және үздіксіз деп. Дискретті дегеніміз не? Бұл нақты берілген сан, яғни оның мағынасы бар, толық. Мысалы, сіздерде топты алатын болсақ, мысалы, 101-ші топта 12 студент нақты белгіленген. Немесе, мысалы, кеше поликлиникаға балалар инфекция ауруханасына 12 или 13 бала тіркелді, яғни нақты. Немесе аурулардың, мысалы, көп мысал келтіруге болады. Тағы да қандай мысалдар бар? Мысалы, отбасында қанша бала бар, яғни мысалы 4 бала бар, мысалы, яғни дискретті дегеніміз бұл бізде нақты шама. Ал енді үздіксізге келетін болсақ, бұл бізде қандай да бір аралықта айнымалылардың өзгерісі. Оны қалай түсінеміз? Мысалы, адамның температурасы бізде өзгереді. Немесе адамның дене салмағы да өзгереді, бойы да өзгереді. Биохимиялық талдауда айнымалдар өзгереді. Мысалы, өткен айда оның гемоглобині 110 болса, осы айда оның 95 лейкоциттер, моноциттер, солардың айнымалдарды қандай да бір аралықта өзгеретін, яғни шамаларды бізде үздіксіз деп атайды. Ал енді сапалыққа келетін болсақ, бұл бізде егер сандық деп өзінің атауымен беріліп тұр, яғни ол мөлшерлік, яғни сандық түрмен беріледі, ал сапалық бұл категориялық, то есть қарапайым тілмен айтқанда сөзбен берілетін шамалар. Осы сөзбен сапалы белгілерді біз кейін сандық түрге алмастырамыз. Яғни ол сапалық белгілі бізде бөлінеді реттік және номиналды. Реттік дегеніміз бұл бір-біріне өзара жоққа шығаратын реттелген категориялық. Яғни, мысал алатын болсақ, аурулардың кезеңдері бізде бөлінеді. Ол реттелген болады. Себебі мысал ретінде алатын болсақ, аурудың түрі жеңіл, орта, ауыр деп. Яғни ретімен бірінші жеңіл болады, одан кейін орта, одан кейін ауыр. Ал номиналдыға келетін болсақ, бұл бізде реттелмеген. Яғни бір-бірін жоққа шығаратын, бірақ реттелмеген. Мысалы, жыныс ер, әйел, қан тобы А, AB, O деп мысалы. Яғни бұл жерде сапалық белгілеудің сандық белгілеудің мағынасы жоқ болып табылады да, ал сандық бұл жерде өзінің несі айтып тұрғандай мөлшерлік, яғни оның сандық белгілеудің мағынасы бар болып саналады сандықта. Енді мына жерде
мысал ретінде келтірген. Мысалы, жүкті әйелдердің саны, балалардың саны, 103-тің шақыру саны, паритет. Бұның бәрі бізде дискретті шама болып табылады. Енді өзгергіш шаманың мысалы массасы, адамның массасы, оның бойы, оның биохимиялық көрсеткіштердің айнымалдардың өзгеруі бізде үздіксіз шама деп аталады. Бұл жерде мысал ретінде беріледі бәрі. Енді нақты бізде осы сандық және сапалық белгілермен сипатталатын нысандардың жиынтығы бізде статистикалық жиынтық деп аталады. Статистикалық жиынтық өзі бөлінеді бас жиынтық деп және таңдама жиынтық деп. Бас жиынтық деп бұл бүкіл популяцияны алатын болсақ, ал таңдама жиынтық осы бүкіл қарастырып жатқан нысан, яғни бүкіл популяцияның ішінде таңдап алатын жиынтықты, то есть таңдама дейміз, немесе таңдама жиынтық деп атаймыз. Мысалы, алатын болсақ, қарапайым мысал, егер де біз желтоқсан айында Астана қаласы бойынша тұмау ауруымен ауырған науқастардың алатын болсақ, яғни желтоқсан айында, 1-ші желтоқсан мен 20-ші желтоқсан айында Астана қаласы бойынша қанша науқас тұмау ауруымен тіркелді. Яғни бұл бізде бас жиынтық болып саналады да, соның ішінен біз нақты 7-ші поликлиниканы қарастыратын болсақ, сол аралықта, яғни ол бізде таңдама жиынтық болып саналады. Енді осы таңдама арқылы біз бас жиынтықтың бүкіл қасиетін сипаттаймыз. Яғни және де таңдама алынған кезде ол бас жиынтықтың қасиеттерін дұрыс бағалау үшін ол репрезентативті болу керек. Репрезентативтілік дегеніміз не? Бұл таңдама нәтижелерінің бас жиынтыққа жалпылану мүмкіндігін және зерттеудің сенімділігін анықтайды. Яғни біз бүкіл популяцияны, бүкіл бас жиынтықты біз оны зерттей алмаймыз. Сондықтан таңдама әдіс арқылы біз бас жиынтық туралы жалпы қорытынды жасаймыз, жалпы сипаттай аламыз. Сондықтан ең бірінші қойылатын талап, яғни ол репрезентативті болу керек таңдамамыз. Таңдаманың статистикалық таралуы. Бұл дегеніміз не? Енді біз өзіміздің зерттеліп жатқан нысанды таңдама әдіс арқылы оны біз таңдап алдық. Енді ары қарай біз оны зерттейміз. Ең бірінші зерттеу бұл статистикалық таралу деп аталады. Осы статистикалық таралуды қарастырған кезде, зерттеген кезде, біз бірінші, егер дискретті шаманы қарастыратын болсақ, біз дискретті статистикалық қатар немесе аралық статистикалық қатарды құруымыз керек. Яғни таңдаманың әдісіне ең бірінші қойылатын талабымыз, яғни статистикалық таралуды қолданамыз. Оның ішінде қолданатын шамалар, мысалы, вариация дегеніміз не, варианта дегеніміз не, вариациялық қатар дегеніміз не. Яғни вариация дегеніміз зерттелетін белгінің әр түрлі бақылауларда әр түрлі мәндер қабылдау қабілетін айтады. Яғни дене салмағы бізде өзгереді, бойдың ұзындығы, лейкоциттер, тромбоциттер саны. Варианта дегеніміз не? Бұл алынып атқан, мысалы, біз дене салмағын алатын болсақ, мысалы, бірінші адамда дене салмағы 78, екінші адамда 47 болатын болса, сол 78 немесе 47 бұл варианта мәні, яғни бірінші адамның саны, салмақ 78 болды деп.
Ал енді оны өсу ретімен, яғни салмақтардың мәнін өсу ретімен қоятын болсақ, онда бізде ол вариациялық қатар деп аталады. Ал енді варианталар мен олардың кездесу жиіліктері арасында сәйкестік таңдаманың статистикалық тарауы деп аталады. Мысалы, қараңыздар, мысал келтіргенбіз. Бас жиынтық ішінде таңдама жиынтығы алынды, иә. Зерттелген белгіленген саны, мысалы, x1, мысалы, дене салмағын алатын болсақ, оның 78, например, ең кіші салмақ 37 болсын, 37 неше рет кездесті? М дегеніміз бұл жиілік. М рет пайда болды, x2 М2 рет пайда болды, x3 М3 рет пайда болды и так далее. Ал енді бұл жерде М дегеніміз бұлардың жиіліктер. Ал енді олардың, яғни жиіліктерді таңдама көлеміне қатынасы, немесе біз мысалы жиіліктерді жалпы n көлемге бөлетін болатын болсақ, онда ол бізде салыстырмалы жиілік деп атайды, немесе ықтималдық деп атаймыз. Ал енді осы ықтималдық дегеніміз не? Бұл белгілі бір оқиғаның жүзеге асу мүмкіндігін сипаттайтын сандық өлшем болып табылады. Яғни бізде ықтималдық ол бізде 0 мен 1 аралығында жатады. 0, яғни оқиға пайда болған жоқ. Егер 0-ден асып не алса, онда ол 1-ге дейін, яғни оқиға пайда болды дегенді білдіреді. Яғни жалпы осы алынған ықтималдықтардың барлық жалпы қосындысы, яғни 1-ге тең болу керек, 1-ден аспау керек. Онда ол, яғни ықтималдығыңыз дұрыс емес деген сөз есептеген кезде. Ал енді осы x мәндерінен, варианта мәндерінен, m жиіліктен, немесе салыстырмалы жиілік дейміз, иә, p-ны, немесе мына жерде бізде формулада m бөлінген n, бөліміміз жоғары шығып кетті. Бұл жерде бізде варианта мәні жиілік, салыстырмалы жиілік және осы салыстырмалы жиілікті p-ны ықтималдық деп атаймыз. Ықтималдық, иә. Осы үш неден тұратын x варианты, m жиіліктен және салыстырмалы жиіліктен тұратын кестені бізде дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірілу заңы немесе дискретті вариациялық қатар деп атайды. Ал енді үлестіру заңы дегеніміз не? Қайталаймын. Кездейсоқ шаманың мүмкін мәндері мен сол мәндерге сәйкес, мүмкін мәндері мен сол мәндерге сәйкес ықтималдықтарының жиынтығы атайды. Ал енді қорытындыласақ осы үлестіру заңын ықтималдықты. Ықтималдық кездейсоқ оқиғаның мүмкіндігін сипаттайды. Үлестіру заңы дегеніміз сол ықтималдықтардың барлық мүмкін мәндер бойынша таралуын көрсетеді. Мысал, қараңыздар, гидрохлорид тетрациклиннің белсенділігіне бірнеше рет зерттеу жүргізу нәтижесінде X-тің келесі мәндері алынды. Яғни бұл жерде единица измерения еді на миллиграмм. 925, 940, 760, 905, 995, 965, 940, 925, 940, 905. Есептің мақсаты неде? Тетрациклин гидрохлоридінің белсенділігіне бірнеше рет анықтау нәтижелерін статистикалық өңдеу арқылы орташа мәнін және деректердің өзгергіштігін бағалау. Дискретті вариациялық қатар құрыңыз дейді, үлестіру графигін бейнелеңіз. Бұл жерде дискретті вариациялық қатар құрылған. Енді бұл жерде негізгі мақсат алынған гидрохлорид тетрациклин белсенділігінің орташа мәні неге тең екен? Яғни белсенділігі қай шама аралықта болады? Ал енді
бұл жерде дискретті вариациялық қатар құрылған. Қазір мен оны Excelде сіздерге көрсетемін. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, осы үлестірілу, да? Дискрет вариациялық қатар үлестіру қатары деп атаймыз, иә. Осы бойынша біз былай айтсақ болады, иә. Гидрохлорид тетрациклин белсенділігі 940 болуы мүмкін, иә. Өйткені ол 3 рет белсенділігі 940 болып тұр. Бірақ бұл бізде только болжам. Яғни кесте бойынша мен болжам жасаймын. Бірақ оны нақты белсенділігі, орташа осы тетрациклин гидрохлоридінің белсенділігі қай аралыққа жатады, немесе орташа мәні нешеге тең екен, мен нақты осы үлестіру қатарының, немесе дискретті вариациялық қатарының сандық сипаттамаларымен анықтай аламын. Есептеп барып анықтай аламын. Мен жай ғана болжам жасай алмаймын кесте бойынша. Сондықтан біз, чтобы дать точные характеристики, точную оценку дейді, то есть біз қолданамыз сипаттамалы статистиканы. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бұл жерде дискреттік қатардың статистикалық үлестірілу график түрінде беріледі. Полигон, кумулят, агива. Полигон дегеніміз біз өзіміз көбінесе сіздер әскер неде қолданады ғой полигон деп. Өзінің несі бар, нақты орны бар, қай жерде не қылатын бар. Тура сол сияқты бізде де таңдаманың өзінің орындары бар, қай жерде жататын. Яғни OX бойынша X варианты мәндерін қоямыз, Y ординаты бойынша біз жиілікті немесе ықтималдықты қоямыз. Яғни сол жерден нүктелер тауып алып, түзу сызықпен оларды қосатын болсақ, бізде полигон беріледі. Ал енді кумулята агива, бұның бәрі дискреттік қатарға, үздіксізге келесі екінші дәрісте оны көрсетеміз, қандай қолдануға болатын график түрін. Кумулята дегеніміз бұл жинақталған жиіліктер. Яғни бізде статистикада алынған таңдамаларды біз, то есть қандай да бір ақпаратты, то есть хотим, есть у нас такое сжатие информации, яғни жинаймыз. Сондықтан бұл жерде біз жинақталған жиіліктерді қолданамыз. Себебі мысалы полигонда өз әр таңдама, то есть вариант мәндері әр өзінің орнында тұратын болатын болса, ал жинақталған жиілікте біз соны аламыз да бір неге жинаймыз. Оның графикалық түрі кумулята деп атайды, яғни бұл жерде OX-та X варианты мәндері, ал неде OY-та жинақталған жиіліктер. Агива осы 180 градусқа бұрылған кумулятаның дәл өзі болып табылады. Бұл жерде OY-та X варианты мәндері, OX-та жинақталған жиілік. Ал енді бағанағы неге келетін болсақ, мен айттым ғой, дискретті статистик вариациялық қатардың нақты сипаттамасын беру үшін біз сандық сипаттамалар арқылы анықтаймыз деп, береміз деп. Соның ішінде ең бірінші орташа арифметикалық, то есть орташа мән, орташа арифметикалық, математикалық күтілім, таңдама, дисперсия, орташа квадраттық ауытқу, мода, медиана, сенім интервалы. Осының бәрі бізде дискретті статистикалық тараудың сандық сипаттамалары болып табылады. Енді орташа мәнін біз қалай есептейтін білеміз. Орташа арифметикалық өлшенген бұл бізде жиілікпен оны көбейтілген X варианты мәндермен және 1 бөлінген n. Яғни бұл жерде қарастырып өтетін көбінесе мына үлкен n бізде бас жиынтықтың сандық көлемі болып табылады. Кішкентай n бұл бізде таңдама жиынтықтың көлемі болып табылады.
Енді математикалық күтілім бізде бұл да орташа мән. Бірақ бұл жерде x шамасының барлық мүмкін мәндерін және осы өзінің ықтималдық мәндеріне көбейтіп барып шығатын қосындыны айтады. Яғни бұл жерде қараңыз, математикалық күтілім x варианты мәнін оның өзінің ықтималдығына көбейтеміз, плюс и так далее, и так далее. И бізде нәтиже былай шығады. Мына жерде сумма, мына белгіше көбінесе бізде білмейді. Бұл белгіше бізде сумманың белгішесін білдіреді. Яғни формуланың бәрін былай жазып жатпай, яғни қысқаша түрде сумма деп белгілей саламыз. Бас дисперсия, да? Дисперсия бізде бөлінеді. Бас дисперсия, яғни бас жиынтыққа арналған дисперсия және таңдама жиынтыққа арналған дисперсия. Бас дисперсия дегеніміз, то есть жалпы дисперсия дегеніміз не, бұл шашыраңқы, шашылған деген сөзді білдіреді. Ал енді деректердің шашырауын өлшеу тәсілдерінің бірі әрбір, яғни осы дисперсияны алатын болсақ, әрбір бақылаудың орта мәнінен ауытқуын анықтау болып табылады. Оның формуласы бас жиынтық мынау. Ал таңдама дисперсия мынау формуламен анықталады. Енді бізде бар орташа квадраттық ауытқу. Орташа квадраттық ауытқу. Орташа квадраттық ауытқу дегеніміз не? Яғни бұл бізде орташа мәннен қасында жатқан таңдамалардың қаншаға ауытқитынын көрсетеді. Яғни ол бізде, егер біз дисперсияны тауып бірінші біз дисперсияны тауып аламыз, дисперсияны тауып алғаннан кейін сол дисперсияны түбір астынан алынған нәтиже бізде орташа квадраттық ауытқу болып шығады. Яғни мынау белгіше сигма белгісі. Сигма тең түбір асты сигма квадрат болатын болса, бұл бізде таңдама дисперсиясын білдіреді, а үлкен dx бұл жерде бас дисперсияны білдіреді. Енді бізде бар сенімді интервал. Сенім интервал дегеніміз не? Бұл белгіленген ықтималдықпен бірге бас жиынтықтың орташа арифметикалық шамасы осы көрсетілген кездейсоқ шама мәндерінің интервалы болып табылады. Яғни сенім интервал шекаралар сенім шекаралар деп атайды. Сенімді интервалды анықтау үшін бізде т нормаланған ауытқу деген ұғымды енгіземіз. Ол кесте түрінде табуға болады және мына формуламен де табуға болады. Одан кейін бізде медиана деген бар. Медиана дегеніміз не? Бұл алынған жиынтықтарды біз не істейміз? Бірінші ранжирленген вариациялық қатар құрып аламыз. Одан кейін барып медиананы табамыз. Медиана дегеніміз жиынтықтарды екіге бөлеміз. Екіге бөлінгенде алынған шаманы бізде медиана деп атайды. Яғни бұл жерде медиана практикалық қазір Excel-де сіздерге көрсетемін, қалай есептеу екенін. Келесі мода дегеніміз бұл кездейсоқ шаманы ең ықтималды мәні немесе жиілігі ең көп шаманы атайды. Мысалы, мына қатар үшін, тоже ранжирленген вариациялық қатар құрамыз. Соның ішінде қанша, мысалы, мына жерде бізде мода 10-ға тең, яғни 10-ымыз 3 рет кездеседі. Ендігі бізде вариация коэффициенті бар. Вариация коэффициенті бұл өлшем бірлігіне тәуелсіз шашырау өлшемі болып табылады. Вариация коэффициенті стандарттық ауытқудың таңдама ортаға пайыздық қатынасы, яғни орташа квадраттық ауытқуды бөлеміз x варианты, то есть орташа мәнге көбейтеміз 100%-ға. Және бұл
нені білдіреді? Бұл вариациялық қатардың өзгергіштігінің салыстырмалы өлшемін білдіреді. Яғни, былай қарапайым тілмен айтқанда, вариация коэффициенті деректердің біртектілігін бағалауға мүмкіндік береді және зерттеу нәтижелерінің сенімділігін сипаттайды. Мысалы, вариация коэффициенті 10-нан кіші болса, өте төмен вариация болады да, және деректер өте біртекті, өлшеулер тұрақты болады. Егер 10 мен 20-да болатын болса, процентті орташа вариация, қабылдауға болатын өзгергіштік. Егер 20 мен 33 аралығында болса, деректер біртекті емес, яғни өлшеулер тұрақсыз болады, иә. 33-тен асса өте жоғары вариация, уже деректер сенімсіз, орташа және тұрақсыз болып есептелінеді. Әдебиеттер, қолданған әдебиеттер. Яғни, кітапханадан роман Кулган алсаңыздар болады, өте қарапайым жазылған, нақты барлық бізге қолданысқа силабуста бар тақырыптардың бәрін қамтиды, және тағы Қойшыбеков бар қазақшасы, Чудиновский Аптекадырында оқу құралдары бар қазақша, соны алсаңыздар болады, және ағылшынша ағылшынша алсаңыздар да болады. Жақсы кітап, осы кітаптарды кітапханада тағы алсаңыздар алуға болады. Ал енді біз нені қарастырамыз? Excel-ді қарастырамыз. Excel-ді алатын болса, бізде Excel-ді қараймыз. Бағана есеп қараңыздар. Есепті енді мен практика жүзінде Excel-де және SPSS пакетте көрсетемін. Егер Excel-де оңай есептеу үшін мен сіздерге осы Excel-де статистикалық сипаттамалы статистиканың нәтижелерін есептеу ең оңай құралын көрсетейін. Егер сіздерде Excel-де үйде, ноутбукта, бізде компьютерлік аудиторияда барлық Excel-де уже установлено. Енді қараңыздар, файлға барамыз. Параметры, бізде надстройкиға барасыздар. Осының ішінде пакет анализа бар. Менде пакет анализа активный настройка приложениеда тұр. Потом перейти деген басамыз, и мынандай терезе ашылады настройканы. Соның ішінде пакет анализді бүйтіп галочка қоямыз. Окей. Ал енді ол бізде қай жерде орналасқан? Ол бізде орналасқан данныйда. Данныйда анализ данных деген бар. Қарап тұрсаңыздар, анализ данныйда осы статистикалық әдістерді, осы келесі сабақтардан бастап бүкіл статистикалық әдістерді өтеміз. Соның ішінде міне 12 неміз бар. Осы жерден ғана есептеп алсаңыздар болады. Ал енді бірінші есептің несін қайталап жіберейін. Гидрохлорид тетрациклин белсенділігін бірнеше рет зерттеу жүргізу нәтижесінде мынандай келесі мәндер алды. Осыны біз А бағанға мына жерге бәрін теріп аламыз. Яғни ол бізде 10, мына 10-ды мына жаққа қойып қойдым көлемін. Енді бізге керек нақты орташа мәнін және деректердің өзгергіштігін бағалаудың бәрі біз табуымыз керек. Одан кейін дискрет вариациялық қатарды құрамыз. Мына жерде құрылған, бірақ мен сізді көрсетейін. Яғни, не істейміз? Мына жаққа 760, варианта мәндері. Только варианта мән. Келесі бізде 905 кіші мән. Одан кейін 925. Яғни, өсу ретімен орналастырып жатырмын. Ең кіші санынан бастап жоғары. 940, 965 және 995. Енді оны то есть ранжирование вариация қатарды оңай түрде құру үшін біз не істейміз? Мынаны белгілеп аламыз да, главныйға барамыз. Мына жерде сортировка деген бар. Сортировка по возрастанию басамыз.
окей. Все, міне уже разжирленген вариациялық қатар құрылып қойды. Енді не істейміз? 760 неше рет кездеседі? Бір рет кездеседі. Осылай тауып аламыз. 92 рет, ал 2 рет, 943 рет, бір рет және бір рет. Енді мына жерде қараңыздар, тең м-ді формула бойынша бөлеміз. Так, мынаған 10. Бұл ары қарай формуламыз, то есть ұяшықтағы шамамыз өзгермеу үшін доллар белгішесін қоямыз. Сөйтеміз да автотолтыру жасай саламыз. Міне. Енді мына жерде сумма, қараңыздар, бізде м-нің, яғни жиіліктердің қосындысы жалпы n көлемді беру керек. 10-ға тең болу керек. Мынаған. Так, енді автосумма жасаймын. Ол өзі автосумманы алады. Enter, яғни 10, дұрыс. Оны былай белгілеп қоямыз. Және пиміз бірден аспауы керек дедім, иә? Оны тоже былай белгілей салсақ, яғни бізде өте дұрыс болып шықты. Егер былай алатын болсақ, ол мынаны белгілеп тұр. Енді мына жерде тетрациклиннің гидрохлоридінің белсенділігін бірнеше рет анықтау нәтижелерін статистикалық өңдеу арқылы орташа мән және деректердің өзгергішін бағалау. Оның ішінде бізде орташа мән табу керек, мода табу керек, медиана табу керек, дисперсиясын табу керек, орташа квадраттық ауытқуын табу керек және вариация коэффициентін анықтау керек. Ол үшін не істейміз? Данныйға барамыз, анализ данных, описательный статистиканы басамыз, окей. Бұл жерде 760-ты, то есть А бағаны белгілеп аламыз. Итоговый статистика керек, выходной интервал, яғни выходной интервал дегеніміз, яғни бізге жауап керек. Осы жерге ұяшықты белгілейміз. Мысалы, мына ұяшықты белгілеймін. Окейді басам. Все. Ол автоматически өзі шықты. Енді бізге керек орташа мән. Белгілеп қоямын. Мода, медиана, көрдіңіздер ме, өзі есептеп шығарып тастады. Орташа квадраттық ауытқу есептеп тастады. Дисперсияны есептеп тастады. Міне, бәрі өзі есептеп тастады. Максимумда, минимумда бәрі. Енді бізге керек вариация коэффициенті. Не вариация коэффициент? Енді өкінішті орай вариация коэффициентін біз қолмен есептейміз. Яғни ол деген сөз формуласы бағанағы бізде орташа квадраттық ауытқу 62-ні бөлемін орташа мәнге 920-ға, оны көбейтем 100%-ға. Яғни 6,7 шықты, яғни 6,7%. Ол бізде, қателеспесем, мына неге қарайтын болсақ, ол бізде 10%-дан кіші өте төмен вариация, деректер өте біртекті, өлшеулер тұрақты деп қорытынды жасаймыз. Прямо мына жерге жазамыз. Енді бізде тетрациклин гидрохлоридінің белсенділігін бірнеше рет анықтау нәтижелерінде статистика, то есть орташа мән 920. Оның деректердің өзгергіштігін бағаладық, яғни медиана, мода, то есть дисперсиясы 3883-ге тең, орташа квадраттық ауытқу 62-ге тең, медиана, мода бәрі өзі есептеп шықты. Енді бұл жерде егер сіздер осы пакет анализді қолданғыларыңыз келмесе, просто мына жақта былай жазсаңыздар болады. Тең, так, кешіріңіздер, тең, так, средний алсаңыздар, мына средний значение, мынаны жоғары аламыз да, мынаны белгілей саламыз. Так, міне, өзі шықты. Немесе средний значениеміз, мысалы, мынаны белгілесек, ол өзі мына жақта былай көріп тұрады. Ары қарай моданы аламыз,
Мода. Мода. М, Моданы аламыз. Опять же, вот. Интерді басамыз. То же самое. Медиананы аламыз. Медиана. Міне былай қоямыз. Энтерді басамыз. Все. Осылай жасасаңыздар болады. Дисперсияны да солай жасасаңыздар да болады. Тең дисперсия деп орысша терсеңіздер шығады. Ал енді егер бізде тест болған жағдайда, иә, емтихан болған жағдайда біз оны қолмен шығарамыз, да? Мысалы медиананы тап деген кезде, моданы здесь тап дегенде сразу біле саламыз. Ал медианы тап деген кезде, мысалы қараңыздар, бізде онға тең. Енді оны біз екіге бөлеміз. Мысалы екіге бөлген кезде ол мына жерде, иә, до так 10, мысалы мына 5 и мына 5. Яғни біз не істейміз? 925-ті және 940-ты қосамыз да екіге бөлеміз, сонда бізде ол медиана болып шығады. Ал егер бізде тақ сан болса, онда біз ровно жұптасып екіге бөлгеннен кейін ортасындағы сан медиана болып табылады. Оның бәрі лекцияда мына жерде медиананың қалай табылу екенін нақты көрсетілген. Ал енді осыны біз Excelде, то есть неде көрсетейін, SPSS пакетте көрсетейін, бірақ кішкене күте тұрамыз. SPSS пакеттің жүктелуі кішкене көп жүктеледі. Пока ол жүктегенше мен мына шаманы копировать етіп алам. Бірақ сіздер ол жерде терсеңіздер де болады. Егер Excelде жасасаңыздар, Excelден копировать етуге болады. Қазір кішкене күтеміз. Яғни SPSS пакет пока жүктеліп жатыр. Енді бізде Excelде не қалды? Үлестіру графигін бейнелеңіз дейді. Бізге осы дискретті вариациялық қатардың графигін бейнелейміз. График қандай график деп айтылмайды? Полигон, кумулята, агива. Оны қалай біз бейнелейміз? Соны сіздерге көрсетейін. Так, пока бұл жүктеліп жатыр. Жүктелді. Так. Сіздерге көрінді ма? Вот. Мына жерде өзі данный және переменный деп екі вкладка болады. Соны переменныйына бағанағы мен Excel'дегімді. Так, копировать етем. Мына жаққа. Міне. Ал енді мен переменныйға барам. Переменныйға барғаннан кейін мына жерде десятичныйға 0 қоям. Атауында жазуға болады. Шкала бізде количественный. Вот. Енді анализ. Описательная статистика. Описательныйға барамыз. Мына жаққа қоямыз. Параметрді анықтаймыз. Орташа мән керек. Орташа квадратқа отыру дисперсиямыз керек. Минимум, максимум. Ну, не обязательно. Но здесь продолжить. Так, стильге шейін бізде тұр. Мына жерде бізге еще мода, медианалар қарастыруға болады. Оны міне. Ал енді мода, медианаларымыз бізде частотылардың ішінде. Мына жаққа қоямыз, статистиканы ашамыз. Міне мода, медиана, дисперсия, стандартное отклонение. Так, продолжить. Окей. Міне. Бағанағы шықты. Орташа мән, медиана, мода, орташа квадратқа отыру, дисперсия. А вариация коэффициенті қолмен есептейміз. Келесі, так, дұрыстап қойып алайын. Келесі, бізге график керек. Графикті не істейміз? Мұқият қараймыз графигімізді. Так, міне. М бойынша алайын мен. М. Так, вставка, диаграмма,
мына диаграмманы аламын. Және де мына жерде название осей, мына жаққа название оси қоямын. Жарайды, қоя салайын. Так. М. Мына жақта X варианты мәндері. X. Мына жақта так, название. Сейчас. Полигон. Полигон. Так, ал енді бұл жерде X мәндері сәйкес келмейді. Мен не істеймін? График үстіне барам. Выбрать данные деймін. Осы жерде изменить деймін. Осы жерде мен мынаны бүйтіп белгілеп аламын. Окей. Окей. Все, полигон шықты. Енді кумулята. Кумулятада, яғни жинақталған жиілікті есептеуіміз керек. Ол бізде белгішесі S болады. Яғни, қалай есептейміз? Бірінші жиілігіміз нешеге тең? Тура сол жиілікті мына жерге қоямыз. Келесі тең дейміз да, мына жиілікті қосамыз мына екінші жиілікке. Келесі тең 3-ті қосамыз мынаған. Міне. Үстеміз да. Автотолтыру жасай саламыз. Вот, бізде жинақталған жиілік табылды. Ең соңында жиілігіміз бізде нешеге тең еді? Жалпы көлем 10-ға, яғни 10 шығу керек. Енді не істейміз? Осы жиілікті белгілеп аламыз. Ставка, график, вот, название осей. Мына жақта бізде S болады. Мына жақта бізде X болады. Так, название осейді кумулята. Вот. Енді опять же X вариантом дұрыс емес. Выбрать данные. Мына жерде изменить. И X-ті былай қоямыз. Окей. Все. Вот бізде кумулятор шықты. Енді бізде агива керек. Агиваны не үшін наоборот болады. 760-ты белгілеп аламыз. Названиеді қоямыз. Мына жерде осиларды дұрыстап қойсаңыздар болады. Ол мына жерде легендалармен жасауға болады. Соны өздеріңіз жасап көріңіздер. Так. Бұл жерде бізде X. Мына жақта бізде S. Мына жақта бізде огива болады. Огива. Мына. Сонымен бізде лекциямызда бірінші сабақтың және сандық сипаттамаларымыздың практикалық сабағы осылай бізде аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау саламатты болыңыздар. Рахмет.